бұл атом электр станциясын сала алмайды. Оған мүмкіндік те бермейді ешкім. Екіншіден олар үшіншіден реакторларын сыртқа шығара да алмайды. Онсыз да санкцияның астында. Және МАГАТЭ ұйымының қазір талабын көрген шығарсыздар, бұдан кейін кез келген аясын тіпті бір мемлекет сала алмайды. Яғни ең технологиясы озық Франция салса, не болмаса оңтүстік Корея салса, тіпті соларға біз тәуелді болып қалмаймыз ба дегенде уайымдаушылық бар. Содан салынған күннің өзінде де бұл халықаралық консорциум құрылады, соның аясында. Енді жаңа естіп жатсыздар, мәжілісте де Катар мемлекеті, Біріккен Араб Әмірліктерінің инвестиция құйып жатыр. Біз дегенде қас-тоқты қайдан алып отырмыз? Біз әбден тозығы жеткен ТЭЦ дейміз ғой, жылу электр станциялары. Солар жаңартуға күн, жел, су электр станцияларымыз қатар дамытатын боламыз. Біз шынымен энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізуіміз келсе, осы бағыттардың барлығын қатар алу керек деп есептеймін. Мен көршіге резетканы тығып қойып, біз тәуелсізбіз деп Түркиядан сол мақтанғанмен ештеңе өзгермейді. Ең үлкен сұрақ қоғамда қазір Ресей сала ма деген сұрақ. Ресей салмайды 100%.